Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті 4 Власинфо көрермендері. Бұл үндеуді мен облыс прокуроры Басшыбаев Мадияр Бекенұлына жолдағым келіп отыр. Неге? Өйткені ол кісі біздің облысымызда бүкіл заңсыздықтардың алдын алушы және Қазақстан Республикасының заңнамалық нормаларының бәрі біздің облыс деңгейіндегі заңның қадағалауына тікелей жауапты азамат болғандықтан ол кісіге осы үндеуді жолдаймын. Баяғы сол экономикалық қылмыстарды зерттеу департаментіне байланысты. Қазір көресіздер, қанша 3 ай көлемінде күнде барып жүрсек те бір түзелмейтін бір сондай мекеме. Не ұяттары жоқ, не заң, өздерінің бір заңдары бар. Бұлар көбіне айтатын көрінеді, біз ана АФМ-ге бағынамыз болды. Содан кейін бұлар журналистердің арттарына қатты түседі. Мына АФМ-ді бұларға бір мін айтуға болмайды екен. Бұлар жаңа бір кемшілікті айта бастасаң, мына ДР деген адамның артына түсіп, жалған қылмыс жасап, содан кейін жалған қылмыстық іс қозғауға әбден дағдыланып алған департаменттердің бірі секілді. Енді бұл 30 жылда біздің қалыптасқан жүйенің бір ескі тәртіптері болуы мүмкін. Енді қазіргі кезде біз осыдан бірнеше мәрте баласынан айырылған бір ана туралы айтып жүрміз. Сол кісілерге енді менің құқықтық білімімнің сараптауына байланысты меніңше олар жалған қылмыстық іс қозғалып отыр. Мұхаммедкалиева Гүлмира деген кісіге жалған қылмыстық іс қозғап отыр. Мына АКК дейді ғой, агрокредитная корпорация дейді. Сол жерде СБ-ның басшысы мен осы ДР-дің қызметкерлерінің арасында бір кикілжің барау, бір шикілік барау. Осыны Мадияр Бекенұлы бір тексеріске алыңызшы. Осы қозғалған істің қаншалықты заңды екенін тексеріп бере аласыз деп ойлаймын. Содан кейін мына Танаттаров, басшысы Танаттаров, аты қалай деді? Талғат Торгаутович қой деймін, басшысы. Мен кіріп шыққаннан кейін кез келген өзінің қызметкерлерін шақырып, неге бұл журналисті кіргізесіңдер? Неге бұл түсірілім жасайды дейді? Сіз кімсіз мені өз жерге кіргізбейтін? Маған шектеу қоятын сіз кімсіз? Одан кейін мен сізге айтарым, сіздің жеке үйіңізге келіп тұрған жоқпын. Егер сол департаменттің жаңағы сол мекеме сіздің тікелей жеке мекемеңіз болса, частная территорияңыз дейді ғой, соған сондай құқығыңыз болатын болса, сыртқа Балқаш қызы деген журналисті кіргізбеуге тыйым саламын деп үлкен табличка іліп қойыңыз, жарай ма? Сол кезде мен кірмеуім мүмкін. Ал оғанға дейін кез келген мемлекеттік мекемеге кіріп, өздеріңіз заңды бұза тұра, іштегі мына нормаларға сәйкес емес, сіздің басшы екеніңізді біреу ескеріп білу керек па? Ана жерде бірде-бір стендтар, соған мемлекетте қаншама қаражат бөлінеді. Сіздер соншалықты ұятсыз болар ма едіңіздер? Елдің бәрін түртіп, көрінгеннің артынан жалған қылмыстық іс қозғай бергенше, сол департаментінің тәртібін, тазалығын неге жөндеп қоймайсыз? Керемет болсаңыз. Одан кейін маған жеке басыма какая у вас личная неприязнь? Мен түсінбеймін соны. Мен сізді өмір көрген емеспін. Сізбен таныс емеспін. Сізге менің жұмысым ұнамаса, ұнамай қойсын, мен сізге ұнауға міндетті емеспін. Бұл мемлекеттік мекеме. Біз кез келген ақпаратты алуға қақымыз бар. Одан кейін сіз АФМ-ге ғана қарайды екенсіз, сіз прокуратураға бағынбайды екенсіз. Сонда сіз өзіңіздің мемлекеттің ішіне мемлекет құрып алған азаматтардың бірісіз ба? Мен түсінбедім. Президенттің өзі ашықпен жаңа Қазақстан үшін деп шыр-шыр етіп жұмыс жасап жүргенде, сонда сіз өзіңіздің департаментте отырып басқа бір Қазақстанда дамытып жатсыз ба? Мен білмедім. Содан кейін Мадияр Бекенұлы облыс прокуроры ретінде дәл осы қылмыстық істі заңдылығын тексеріңізші. Өйткені мен бұлар жаңағы АКК-ның кредиттік жүйесін дұрыс пайдаланбады деген негізге ала отырып, заңсыз қылмыстық іс қозғаған секілді меніңше. Малдарды барып санап көрдім, малдардың барлығының өзінің жаңағы таңбасы, нөмірі, менде видеосы, жаңағы суреттердің барлығы бар. Сонда малды осы уақытқа шейін санамай тұрып, негізсіз өкіметтің кредитін пайдаланды дейді. Мал орнында тұр сонда. Сонда бұл кісілерге не керек, мен түсінбеймін. Ұнамаған адамның бәріне сонда қылмыстық іс қозғай беретін болса, бұл қандай мекеме болғаны сонда? Соны осындай бір күдік бар, Мадияр Бекенұлы. Соны назарға алып тексеріп беруіңізді сұраймын.
Ал енді ана АФМ-ге бағынатын болса, АФМ-ге де Астанаға барып тұрып осы мекеме қаншалықты заңды жұмыс жасайды. Одан кейін бізді журналистер неге қудалайды, неге бізге әрбір тергеушіңіз шақырып алып, мен кеткеннен кейін неге бұны кіргізесіңдер деп айтатын сіз кімсіз? Мен сізге ДР-дің мына Таңатаров деген басшыға айтқым келеді. Бұл мен сіздің жеке үйіңізге келіп жатқан жоқпын, сізден нан сұрап тұрған жоқпын. Мемлекеттік мекемеге кіріп, заңсыздық туралы сұрап, заңсыз әрекеттеріңізге жаңағы баға берулеріңізді, өздеріңіз сол сұрақтарға тікелей комментарий алуға біздің қақымыз бар. Ал енді сіздер өздеріңізше ешкімге бағынбайтын болса, сол сіздердің проблемаларыңыз. Одан кейін журналистерді менің артыма кісі салуды қойыңыздар. Менің артымнан жалған қылмыстық іс қозғау деген секілді бір сыбыстар естіп жатырмын мен. Егер сіздер осы бағытта жұмыс жасай беретін болсаңыздар, мен президентке шейін барсамыз да сіздердің заңсыз жұмыс жасайтын департамент екендеріңізді шын мәнінде дәлелдеуге дайынмын. Кіре салған кезде басшысы кім, орынбасары кім, қай күні, қандай уақытта сіздер жеке қабылдау жасайсыздар. Аты жөніңіз кім екенін білдіру керек қой енді, ол заңның талабы сондай. Сіздің мекемеңіз қалай өзі? Заңға бағынбай ма? Сіздер прокуратураға бағынбайды екенсіздер, сіздер АФМ-нен басқа ешкімге бағынбайды екенсіздер. Онда енді өздеріңіз жеке мемлекет болып аша алмайсыздар ма? Өздеріңіз жекеленіп кетпейсіздер ма? Мемлекеттің ішінде мемлекет болып құрылып алмайсыздар ма? Енді онда жасай алмайсыз ба? Біздің облыстың территориясында жатыр ма сіздің департаментіңіз? Онда біз кез келген уақытта кіреміз. Сізге ұнамасам да мен кіріп сұрап тұруға қақым бар. Менен кейін ана тергеушілеріңіз шақырып алып, ана жерде концерт жасап, кино ойнаудың түк те қажеті жоқ. Сізге ұнамайды екен деп сонда біз неге заңды сізге қарай бұруымыз керек па? Сонда не істеуіміз керек? Тағы да қайталап айтамын, ДР-дің қызметкерлеріне, сіздер заңнан үлкен емессіздер, заңның алдында бәріміз бір дейміз. Менің істі болғаным, басқа болғаным, сіздің бастарыңыз оған қатпай қойсын, жарай ма? Сіздерге ұнайтын мен $100 купюра емеспін. Сондықтан бірінші өздеріңіздің ана кіргендегі стендтеріңізді толтырып, распечатка жасап, аты жөндеріңізді қойып, график приема граждан жасап, одан кейін жаңағындай қалыпты заңның элементарный дейді ғой, қалыпты аз ғана заңның сақталуын қадағалап алыңыздар ең алдыменен. Одан кейін барып біреуге шектеу жасап, біреудің артын аңдып, жаңағы тергеушілеріңізді шақырып алып, мынаны неге кіргізесіңдер деп. Тағы да қайталап айтамын, сіз мені ол мекемеге кіргізбейтін ешқандай, мен айттым ғой, болмайса жаңағы сыртынан үлкен табличка іліп қойыңыз, балқаш қызына бұл жерге кіруге тыйым салынады деп, жарай ма? Сол кезде мен кірмеуім мүмкін. Ал оғанға дейін сізге ұнамаса да мен кіріп керек мағлұматымды алып, түсіретін жерімді түсіріп кетемін. Сіз оған маған шектеу қоя алмайсыз. Қазақстандықтар, құрметті Күштертай Власенко көрермендері, мына ДР дейміз ғой, Департамент экономических расследований, экономикалық тергеу департаменті, экономикалық қылмыстарды тергеу департаментіне келіп тұрмыз. Осыдан неше уақыт бұрын келіп, тәртіп әлі өзгермеген. Жалпы ақпарат, халыққа тиесілі ақпарат, басшысы кім, одан кейін орынбасарлары кім, қабылдау күндері қандай. Енді жалпы ақпарат тұру керек қой, бұл мекеме неге заңға бағынбайды? Сонда бұларға жаңағы өздері жеке мемлекет па? Ешқандай жаңа ақпарат ілінбейтін не деген бұл? Міне қазір өздеріңіз көресіздер, ештеңке өзгермеген. Мына жерде түгел жалпы ақпарат тұру керек. Барлық заңды мекемелердің барлығында басшысы кім, қай күндері қабылдайды. Енді мемлекеттік мекеме болғаннан кейін заң тәртібі бәріне бірдей емес па? Бірақ мына экономикалық жаңағы қылмыстар тергеу департаментінде заң басқандай, әрекет басқандай. Бұл жерде ана осы жерде істейтін азаматтар бар ғой, мен сіздерге айтайын былай. Басқа бір әлемнен бұл кісілерге тым көп, асыра көп жаңағы билік беріп тастағанда, шын мәнінде қазір президенттің айтып жатқан жаңа Қазақстанда бұл кісілер жоқ. Бұл жерде жаңа Қазақстан тұрмақ, бұл жерде әшейін деген заң жоқ. Заң жоқ. Сондықтан облыс әкімі Бейбіт Өксікбайұлы, облыстың прокуроры Басшыбаев мырза, егер бұл жаңағы экономикалық қылмысты тергейтін департаменті Қазақстан Республикасының ешқандай заңына бағынбайтын болатын болса, президенттің саясатына қарсы жұмыс жасайтын болса, онда бұл мекеме не үшін керек бізге? Басқа облысқа кете берсін, болмаса республикада отырсын, онда бізге керек емес. Халықпен бірге кездесуден бас тартады. Ешқандай тиесілі жаңағы ақпарат жоқ.
халықпен кездеспейді, журналистермен кездеспейді. Сондықтан енді бұндай бір жаңағы мемлекеттік мекеменің болуы қате деп есептейміз біз. Алдында осы ақпарат тұрсыншы деп өтіндік. 1,5-2 ай өтеді, бұл ақпарат жоқ. Не деген бұл сондай мекеме, заңсыз. Қараңыздаршы міне. Ешқандай басшыларының тізімі, не соншалықты қиын ба компьютерден шығарып біле салу деген? Болмаса басшыларының әшейін жасырын тұру ма? Бұл мекеме жалпы өзі бір тазалық, мына әйтеуір мынаусын ауыстырып қойыпты, мінекей қараңыздар. Мінекей турникетті ары қарай ана жаққа қоятын, жаңағы отыратын 2 орындық дайындап қойыпты. Содан бері өзгешелік міне осы. Мінекей. Ана жерде бір қабырғада бір тесік тұрады, соны бекітіп қойыпты әйтеуір. Мінекей.